Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Бұл каналымызда біз атақты мұсылман әлемінің түс шырушы ғалымдарының еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол себепті каналымызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Бүгінгі түс шыруымыз түсімізде пілді көрсек деп аталады. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің айтуынша, адам түсінде піл көрсе, ол адамның өте күшті адам екендігін білдіреді. Сондай-ақ ерен еңбегіңіз үшін рахат ғұмыр кешіп жатқандығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде үйіңізде піл жүргендігін көрсеңіз, сіздің қажылық сапарына баратындығыңызды білдіреді. Әйел адам түсінде піл көрсе, жүкті екендігін білдіреді. Түсіңізде пілден қашып жүргендігіңізді көрсеңіз, үлкен жеңіске қол жеткізетіндігіңізді білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде қара піл көрсе, табысты болатындығын білдіреді. Ал тұрмыс құрмаған әйелдің түсінде піл көруі өте жақсы еркекке тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде піл көрсе, ұлды болатындығын білдіреді. Түсіңізде пілдің тұмсығын көрсеңіз, сапарға баратындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде пілді өлтіргеніңізді көрсеңіз, жауларыңызды жеңетіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде пілдің үстінде отырғаныңызды көрсеңіз, үлкен беделге ие болатындығыңызды білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ осы видеоны достарыңызға таратуды да ұмытпаңыз. Келесі шығарылымдарды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.